Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Егер маған тіркелмеген көрермен болсаңыз, маған тіркеліп қойыңыз. Бүгін сіздермен асқабақтан осындай өте дәмді шығатын пирог дайындаймыз. Көз мезгілі асқабақтардан әр түрлі тағамдар дайындайтын мезгіл. Егер үйіңізде асқабақ болып не жасаймын деген сұрақ болса, осы видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіз. Бізге ең алдымен асқабақты бөліп, сыртындағы қабығын тазалап алу қажет. Асқабақты блендердің көмегімен майдалап, немесе осылай үккіштен өткізіп алсаңыз болады. Асқабақ дайын, енді оны алып қоя тұрамыз. Одан соң видеода көрсетілген құрам бойынша барлық заттарды ыдысқа салып араластырамыз. Осы жерде құрғақ қоспаларды өзара араластырамыз. Осылай ең соңында құрғақ қоспаларымызды ыдысқа електен өткізу арқылы салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымыз жақсы араласу үшін бірнеше этапта бөліп қосамыз. Бізде осындай қоймалжың қою масса шығады. Формамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне май жақпай, осылай салмамызды құямыз. Массамыз қою болғандықтан осылай форманың ішінде біркелкі келтіріп шығамыз. Пісіру уақыты мен температурасы өзіңіздің пешіңіздің пісіру көрсеткіштеріне байланысты. Алдымен пирогты
толығымен суытып алғандығыңыз дұрыс болады. Бірақ та мен өте асығысы болғандықтан осылай алуға тура келді. Іші қатты ылғалды да емес, құрғақ та емес, осындай өте әдемі пирог шығады. Дәл осы рецептпен пирог жасасаңыз, асқабақты жемейтін кісілердің өзі сүйсініп жейтін болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер де видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, пікіріңізді білдіруді ұмытпаңыз.